туған күні. Аңға 95 яш толды. Ол 8 балаға ғұмыр берген. Әтейіміз білен 64 ел тұрдылар. Әтейіміздің өлгеніне 6 ел. Бұл әлігіне өтіп кетті. Әнейіміз бек көпіні көрген енді. Соғыш уақытына болған. Әтейіміз етім болған ол. Етім баланы йортқа күткен енді. Өз әтей әнесі біле тұрғанлар. 5 малайы 3 қызы болды. Бүтінімізде тұрмышта, Аллаға шүкір, оқыттылар, кішейттілер, бүтінімізді де зорладылар. Зор етіп тұрмыш балаларыны өстерге де болыштылар енді. Енді бик соңғы уақыттағына бик көп қасіретлер көрді. Бүтінісін де білмей, білгенін де ұнта. Bir абиыбыз өлді, екі малай өлді енді. Onlar әлі 2 ел кәне келені өлді йұрттаға. Шундай ауырлықлар көрді. Шулай да әлі Аллаға шүкір өзен өзі ерті. Бик ұзақ намаз қоршығы болды енді. Мәйітлер ұзатуда болды. Құран оқып, оршылар өткәрі берді. Ауылда оға бейтіп бик зорлап ертілер енді аны. Бүгінгі күнде 19 ұнығы бар. 32-ші ұнығы бүгін ерте күтіп тұрабыз. Ұнықшыға. Міне шоның қадар. Өзіміз түрлі яқта, Аллаға шүкір бағалар. Олтыбыз исен енді. Олты баласы.